Саламандра. Ән қалай жазасың деген сұраққа жауап трек кәдімгідей. Ассалаумағалейкум ханымдар. Енді мені көбі сұрап ұстады, әндерді қалай жазасың, аспаннан келе ме деп. Мен қазір сіздерге осындай бір әннің жазылу способын ән ретінде айтып берейін, әндетіп нақады ән шығарып отырып, қалай шығарылатынын туралы жазып берейін. Кәдімгідей ән шығарудың формуласы. Әннің басын тыңда, басында әннің басы туралы айтылады, шатастың ба? Көздеген мақсатымда әртүрлі әңгімелермен жету тақырыптың ең бастысына. Бірақ әлі оған дейін жазып бітіру керек шумақты, жазылып тұр осы жерге шейін. Осымен шумақ толды, енді бридж болады одан кейін. Бридж дегеніміз ол не десеңдер, ағылшыннан аударғанда қайырмаға көпір. Ол қайырмаға сені дайындап апарады, қайрап назарыңды қайырмаға өтер. Кейде мысалға бридж осындай әңгіме болып кетеді. Ол бридж дегеннің осындай суть, ол осы қайырманың алдында сені успокаивает, и потом қайырмаға беру керек қой мысалға. Аспаннан түсетін ештеңе жоқ, бірақ оны әзірге бәрі білмей. Ән жазудың ешқандай сиқыры жоқ, жазылады осылай кәдімгідей. Аспаннан түсетін ештеңе жоқ, бірақ оны әзірге бәрі білмей. Ән жазудың ешқандай сиқыры жоқ, жазылады осылай кәдімгідей. Кәдімгідей, жазылады кәдімгідей. Ән осылай жазылады кәдімгідей. Аспаннан түсетін ештеңе жоқ, жазылады осылай кәдімгідей. Жазылады осылай кәдімгідей. Ал енді ханымдар мен мырзалар, осымен біз міне әннің тура ортасына келдік приблизительно. Бізде яғни бірінші шумақ бар, бірінші бридж бар, қайырма кетті, қайырмадан кейін такой проигрыштар тұрды болды. Мына жерде бір ымылдау болады деп. Сағынышым сенгісіз, шала жабыт жүр түрі, қайда қашан белгісіз сен келерсің. Сағынышым сенгісіз, шала жабыт жүр түрі, қайда қашан белгісіз сен келерсің. Это у нас получается отошли от темы, вспомнили старую песню и просто задали вот этот тон. Екінші куплет я туда не хочу читать, потому что все, что я хотел рассказать, я в первом куплете рассказал, поэтому здесь вам нужно самим что-то сыграть. Вы можете поставить, либо екінші шумақ можете. Но я не хочу. Сағынышым сенгісіз, шала жабыт жүр түрі. Қалай бейт десең кәдімгідей.